Қайырлы күн достар, біз бүгін Pinduoduo сайтынан жаңа постпен прямой Қазақстанға ешқандай каргосыз өзіңіздің қалаңыздың адресін жазу арқылы қалай заказ беруді үйренетін боламыз. Қараңыздар, Pinduoduo приложениесін ашамыз. Осы жерде өзіміздің жеке кабинетке барамыз. Міне жеке кабинетте осы значок мен көрсетіп тұрған ол адрес дегенді білдіреді. Соны басасыздар. Сіздерде бұл жер мысалы мүлдем пустой болуы мүмкін, и осылай добавление адреса и жаңағыдай астындағыдай ақ жазу ғана тұруы мүмкін. Бірақ мен каргомен заказ беріп жатқандықтан менде каргоның адрестері тұрады. Енді бұл жерде мына көріп тұрғаныңыз добавление адреса деп орысша жазылған, бұл прямой тікелей доставка, яғни жаңа пост. Бұл жерге сіз Қазақстанның адресін жазасыз. Егер де карго енгізетін болсаңыз, астындағы ақ жазуды басуыңыз қажет болады. Енді біз жаңа постпен заказ беретін болғандықтан біз добавление адреса дегенді басасыз. Осы жерге данныйларыңызды толтырасыз, атыңыз, телефон номеріңіз, жаңағы мекен жайыңыз, қай жерде тұрасыз. Мысалы мен Восточный Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Өскемен қаласы деген сияқты. И осы жерге подробный адрес жазсаңыз болады. Қазір мен қателеспесем, жаңа посттап үйге дейін жеткізу жоқ, бірақ алдағы уақытта көрермен үйге дейін жеткізетін функция пайда болады деген. Енді сізде мен сияқты карго көп болып, осылай жаңа постты тіркеп жатсаңыз, осылай міндетті түрде по умолчанию дегенді басып қойыңыз. Егер жаңа постпен заказ беретін болсаңыз, сізде сол кезде осы прямой доставка жаңа постпен келетін болады. Енді міне мен сізге қазір любой бір товарды заказ беруді көрсетейін. Негізі Pinduoduoдан заказ беру, жаңа Каспи проценті қалай азайту сияқты сабақтар менің YouTube каналымда бар. Сондықтан мен подробно түсіндірмеймін, жай ғана заказ беруді көрсетемін. Міне мен чехол деп поискқа жазамын. Чехолдың түрін шығарып береді. Жай орысша жаза саласыз, чехол деп ол шығарып береді. И мен мындай міне өзіме бір чехолды ұнаттым делік, осыны қалай заказ береміз. Сол товарға кіресіздер, осы қызыл жазуды басасыздар. Осылай товарды таңдайсыздар. Міне жоғарыда байқап тұрсаңыздар, менде Қазақстанның адресі тіке филиалға жеткізу деп Қазақстанның адресі шығып тұр. Міне мына жерге енді тоқталатын болсақ, бұл жерде төлем түрлері. Қалай төлем жасай аламыз? Каспи Голд картамен, WeChatпен, Alipayмен, досыңыздың көмегімен және картамен. Каспи Голд картамен төлегенде қазір бір минус бар, иә? Ол жаңа өздеріңіз қазір білетіндей, Pinduoduo Каспи Голд картамен төлеген жағдайда 3% банктың проценті 2 юань ұстап қалады. Яғни менің 398-ге алатын чехол маған 598 юанға шығып кетеді. Мен заказ беруді көрсетіп жатқандықтан осылай төлем жасадым әрине. Міне менің заказым өтті. Каспи Голдтан процентті қалай азайтуға болады деген сұрақтарыңыз болса, менде YouTube каналда видео бар, қарап көріп шықсаңыздар болады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, достарыңызға бөлісіңіздер. Егер де Pinduoduoға байланысты немесе басқа сабақтарға байланысты сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Міне енді қараңыздар, менің заказ берген товарым міне мына чехол, иә, дәл қазір прямой доставкамен. Жеке кабинетке кірсеңіздер, ол міне мына значокта тұрады. Ол дегеніміз біздің товар төленді. Бұл енді продавец алып, осыны упаковка жасап бізге жіберу қажет. Оны жаңа постпен қалай көріп отырамыз, қалай аламыз, оның бәрін мен міндетті түрде екінші бөлім түсіріп көрсететін боламын. Ал қазір мен жаңа постқа қалай тіркелеміз, жаңа постқа не енгізу керек, соны көрсететін боламын. Мен бұл сабақта созбай, ешқандай ештеңеге былай қатты мән бермей, жай ғана заказ беруді көрсеттім, иә, сіздерге. Енді жаңа пост приложениесіне келетін болсақ. Егер сіздерге жоқ, Pinduoduoның жаңағы фишкалары маған қызық, қалай жаңағы тиім заказ берсем болады, не істеу керек десеңіздер, каналға кіресіздер, Pinduoduo деген плейлист бар, соның ішіне кіріп, жаңағыдай сабақтар көріп шықсаңыздар болады, бүкіл сабақтар бар. Енді жаңа пост карта қалай тіркейсіз. App Store немесе Play Market'тен жаңа посттың приложениесін тартып аласыздар. Және де бір айта кететін жайт, егер сізде Android телефон болса, қазір Android телефондарда жаңағыдай Pinduoduoны жүктеу мүмкін емес, яғни Pinduoduo шықпайды.
Осы жаңа посттың ішінде Pinduoduo приложениесі бар. Жаңа постты тартып аласыздар, тіркелесіздер, телефон номеріңіз, жаңағыдай смс-код келетін телефон номер таңдау қажет, иә. Телефондарыңызға 6 цифрлы смс-код келеді, соны осы жерге жазу қажет болады. Міне осылай жаңағыдай жаңа пост приложениесіне тіркеліп аласыз. Бұл жерде қарасаңыздар, жаңағы мой профиль дегеннің ішінде көрсетіп тұр, мен Өскемен қаласы бойынша тіркелген болсам, жаңа Өскемен қаласы бойынша қай жерлерде алуға болады, және тарифі қанша, адрес қалай. Мен жаңа айтып жатқан Pinduoduo приложениесі осы жерден жаңағыдай Play Market'тен скачать етіп алсаңыздар болады. App Store'да, яғни бізде iPhone телефондарда Pinduoduo бар, бірақ Play Market'те қазір жоқ. Ал осы жаңа посттың ішінде сіз прямой тартып алсаңыз болады. Енді жалпы товарды қайтадан алу туралы айтатын болсақ, міне мой профильға қайтадан кіресіздер. Мой профильға қайтадан кіресіздер, осылай алушы деп шығады. Соны жалғастыруды жазасыз. Жеке куәлігіңізді жаңағыдай суретке түсіріп салу керек болады. Жаңа посттың ережесі бойынша қателеспесем, жаңағы сізге келген товарды алу үшін сіз жеке куәлігіңізді суретке түсіріп осында қоюыңыз қажет. Жалпы жаңа пост приложениесінің ішін өзіңіз былай қарап шықсаңыз болады. Енді қазақша приложение ғой. Инстаграмдарына өтсеңіз болады. Инстаграмда сұрақтарына жауап береді. Міне мекен-жай деген жерге жаңағыдай қайтадан өзіңіздің адресіңізді енгізіп шығасыз. Мекен-жайыңыз тоже қайтадан қайталап жазасыз. Мұнда жаңағы подпись қоямыз. Міне сіздің жаңағы данныйыңыз деге осы жерге шығатын болады. Товар алуға барған кезде көрсеңіз болады. Енді жаңағы біздің заказ беріп қойған товарымызды қалай аламыз, нені басу қажет, қай жерден алып кетуге қажет, мен оны міндетті түрде екінші бөлім ретінде түсіріп көрсететін боламын.